Сәлем достар, кейбір адамдар өз ісінде басқалардан басым түседі. Олар тезірек және күштірек. Сол себепті Олимпиада ойындары ертеде пайда болған. Сұмдық және ақылға қонымсыз әлем рекордтарының 3-ші эпизодына қош келдіңіздер. Достар, әлем рекордтары туралы біздің екінші видеомыз 2000 лайк жинады. Біз уәде бергендей, тағы да бір ақылға қонымсыз әлем рекордтарының келесі видеосын дайындадық. Бүгін біз сіздер үшін бүкіл әлемдегі экстремалды спортшылардың керемет трюктерін таңдадық. Осы бейнеге 3000 лайк жинайық. Сонда біз келесі сериясын жасаймыз. Ал егер сіз жаңа көрермен болсаңыз, арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда жаңа видео шыққанда сіз оны бірінші көре аласыз. Ал енді жайғасып отырып, ләззат алыңыз. Кори Лоу, оның лақабаты Кори күн күркіреу. Ол бұл трюкті қайталаған сияқты. Кори допты артпен себетке кіргізіп, Гиннес рекордына ие болды. Сондай-ақ ол әдеттегі доп лақтырудан ең ұзақ лақтырудың иесі болып табылады. Бұл рекорд 33 метрді құрады. Егер бұл сізді таңғалдырмаса, онда ең дегенде баскетбол алаңының бүкіл ұзындығынан допты лақтырып көріңіз. Бұған ерекше күш қажет екеніне көзіңіз жетеді. Сонымен қатар, бұған доп лақтырудың ерекше дәлдігі керек. Футбол тарихындағы ең жылдам гол. Аргентиналық Рикардо Оливейра Рио Негр командасының Сариана командасымен кездесуінде ең жылдам гол кіргізді. Ойын басталысымен 2-8 секундтың ішінде гол соғылды. Алайда бұдан да бір жылдам гол болды. Ол алғашқыдан 0,8 секунд жылдам соғылды. Кәсіби футбол тарихында ең жылдам гол соққан Наваф Аль-Абед 21 жасар футболшы. Ысқырықтан соң голды 2 секундта қақпаға кіргізді. Ол Сауд Арабияның Аль-Иляль футбол клубының мүшесі. Парамжит Синг және Кавалжит Синг. Біз алдыңғы бейнеде бұл екі есуас адамдар жайлы айтып өткен болғанбыз. Сол видеоға сілтеме дәл осы жерде. Біз оларды осы тізімге қайта қосып, сізге көрсетпекпіз. Бұлар Үндістаннан келген екі басбұзар, ерекше және экстремалды рекорд орнату ойымен келген. Оны көрмей білмей барынша көбірек кокостарды зіл балғамен сындыру деп атады. Бұл жігіттерде кокостар зіл балға және 1 минут уақыты болды. Көмекшілер Кавалжиттің көзіне тұзды салып, түк көрінбейтіндей байлап тастады. Одан кейін қолына зіл балға ұстатып, 1 минут ішінде барынша көп кокостарды мылжылауды ұсынды. Бұл трюк нағыз ақылсыздық. Кавалжит өз серіктесіне тек ғажаптың арқасында зиян келтірмеді. Егер қолын тайып басына тигізсе, не болар еді? Елестетіп көріңізші. Бір кішкентай қателік мүгедектікке апаратыны әбден мүмкін. Дегенмен, барлық қауіптерге қарамастан, бұл екі басбұзар өз трюгін сәтті аяқтады. Бұл әлем рекорды 2014 жылы Миланда итальяндық шоуда қойылған. Кайл Уэстер әлемдегі ең жылдам скейтбордист. Достар, қалай ойлайсыздар? Скейтбордта максималды жылдамдық қандай болады? Сағатына 50 шақырым, 100, 120? Жоқ, дұрыс емес. Ол сағатына 144 шақырым жылдамдыққа жетті. Осы жылдамдықты елестетіп көріңізші. Тіпті осы жылдамдықпен автокөлікпен жүрсеңізде, жол көлік оқиғасынан аман қалу мүмкіндігі өте төмен. Теңгерімдегі кішігірім қателік немесе жолдағы шұңқыр бола қалса ше, ал дәл сол сәтте қасыңызда қауіпсіздік жастықшасы немесе соққыны азайтатын автокөліктің темір рамасы да жоқ. Сұхбатында Кайл атап өтті. Бұл трюктің сәтті өту құпиясы скейтбордты жүргізу кезінде сабырлылық пен шоғырлануды сақтау. Ал ең қызығы қауіпсіздік шараларында тіпті ешқандай қауіпсіздік шаралары да болмаған. Құдайға шүкір, бәрі сәтті өтіп, Кайл теңгерімді сақтап аман қалды. Люк Айкинс, американдық кәсіби парашютист және бейс-джампер, өз өмірінде 18 мыңнан астам секіріс жасаған. Бірақ ақылға сыймайтын әрекет парашютсіз ұшақтан секірген трюгі. Ол 8 шақырым биіктіктен секірген. Бұл трюкті тікелей эфирде көрсетті. Люкте аман қалудың жалғыз мүмкіндігі болды. Жерде орнатылған торға дәл қону. Бүкіл әлем бұл ержүрек адамның әрекетін көз үзбей ықыласпен қарап тұрды. Бұның нәтижесі қандай болатынын ешкім болжай алмады. Ал Люк болса, бұған аса көңіл аудармады. Ол 3 дүркін әлем чемпионы және бұрын көптеген осыған ұқсас секірулер жасаған. Ақыр аяғы не болғанын тамашалайық.
осымен болды. Видеоға лайк қойып, экстремалды спортқа сүйіспеншілікпен қарайтын достарларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ сізге ұнаған рекордты астыдағы комментарийге жазыңыз. Айтпақшы Instagram және ВК парақшаларымызға жазылыңыздар. Келесі бейнеде естіскенше аман сау болайық.